Сәлеметсің бе, Әли? Қазір математика сабағы, тақырып уақыт, өлшемдері жыл, ай. Санды жаз. Bir жылда 12 ай бар. Оны біз бұрыннан білеміз, е? Енді тапсырмаларға көшейік. Әрбір жыл мезгілі айларының атауын рет-ретімен жаз. Біз өткен сабақтарда сенімен жаз, қыс, күз, көктем айларының мезгілдерінің айларын үйрендік, е? Осы айларды мына тор көздерге әдемілеп тұрып жазып шық. Келесі тапсырма: сенің туған күнің қай айда? Сөйлемді толықтырып жаз. Менің туған күнім, мысалы, менің туған күнім қазан айында. Сен де солай өзіңнің туған күніңді жазып қой. Жыл айларының атауын оның реттік нөмірімен сызық арқылы қос. Мысалы, бірінші ай бізде қай ай? Қаңтар айы. Екінші ай ақпан айы. Міне бүйтіп сызықпен қосасың. Үшінші ай бізде наурыз, төртінші сәуір, бесінші қандай ай? Өзің қосып, осы сызық арқылы қосып шық. Келесі 24-ші жаттығу: жаз. Оқу жылы қай айда басталады? Есіңе түсір, қай айда басталады? Сызыққа мына жерге жазып қой. Оқу жылы қай айда аяқталады? Оны да жазып қой. Сыныптастарыңнан олардың туған күндері қай айда екенін біл. Әрбір сыныптасыңның аты мен туған айын жаз. Мына жерге тек қана сыныптастарыңның емес, өзіңнің достарыңның, немесе үйдегі іні қарындастарыңның туған күндерін жазып қойға болады. Мысалы, Әсем 29 қазан деп жазып қойдым мен. Ал сен өзіңнің таныстарыңның туған күндерін жазып қой. Енді 26-шы тапсырмаға назар аударайық. Сызғыштың көмегімен берілген төбесі бойынша геометриялық фигураларды сал. Қандай фигуралар шықты? Геометриялық фигуралардың әрбір қабырғасының ұзындығын өлше және жаз. Мысалы, менде осындай тік төртбұрыштар шықты. Бірақ мен өлшеген жоқпын. Ал сен өзіңде қандай фигура шығады? Әрбір қабырғасын өлшеп жазып қой, қанша сантиметр болғанын. Енді 27-ші жаттығуда айырмашылықтарын тап дейді. Мына жерде бізде екі жануар берілген. Олардың қандай ұқсастықтары және айырмашылықтары бар екен? Айырмашылықтарын мен көріп тұрмын. Ал сен қандай айырмашылықтарды көріп тұрсың? Маған содан кейін ауызша жауап бере қой, жақсы ма? Ал осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.